Ана sütü мен жылқы sütü біздің тарихымыздың басы. Аттар, тұлпарлар, өнер тарихымыздың ұлы тарауы. Қазақтың ұлттық тілін, туған тілін, дәстүрін жасасқан аса қасиетті жануар осы жылқы. Дүние жүзіне тарыдай шашылған қазақты диалектсіз сөйлетіп кеткен құдіретті күш те осы жылқы. Тақымымызда жылқы болғандықтан ғана қашсақ құтылып қуысақ жеңді. Осынау ұлан ғайыр далаға тек жылқының күшімен, ақ найзаның ұшымен ие боп қалғанымыз ақиқат. Арғы тегім көк бөрілі көктүрі, тақымында арындаған көк күлі. Шыр тұйқымнан жылқы дүбірі оятты, көк жал арлан көк жиектен көк бұлы. Ат жалында өтті қилы ғұмырым, ат жалында атып аққан кешкірім. Бізге жылқы, рухынан дарыған қайсарлықта қағыл ездім. Естіліп. Қусам жетіп, қашсам аман құтылып, тас қамалға атой салдым шек бұзып. Ер үстінде қаш жауымды жасыттым, ерлігімнің жиегіне кек тұр. Жылқы менен жеттім сағым жалғанға, шабысында кетті арманым, кетті үміт. Жетегімде үкілеген саңлағым, жетелімін бір сөзім бір бестілік. Соңқарымның қанатында қасиет, тұлпарымның тұяғында тектілік. Ежелгі түркі халқының терістіктегі тиянағы болған Алтай мен Алатау хан тәңір шыңдарының алқабынан жылқы дүбірі әліге дейін бір сәтте тынған жоқ. Тынбайтыны жылқы жанды көшпенділердің ұрпағы. Ата бабасының қорықты сайы, борықты жұртында жылқымен бірге жасап келеді. Біздің жылқы жалындағы мәдениетті зерделеуімізде, Өртөкөз таласында Іле Қазақ автономиялы облысы Моңғолкүре ауданының Қарағанты сақырасындағы жылқышылар арасында жалғасты. Іле қазақтарының осы жергілікті жылқысының тарихы өте ұзақ. Хайуандарды ең алдымен қолға үйретушілер ежелгі көшпенділер. Сол қолға үйреткен, мына қазіргі біздің қазақтың сөзімен айтқанда төрттілік малымыз ғой. Бұның ішінде жылқы әлбетте негізгі орында тұрған. Сондықтан ертедегі көшпенділер ат мінуге шебер болған. Ат үстінде садақ тартуға шебер болған. Енді сондықтан бұл біздің мына жылқы мәдениетіміз не үшін алыста жатыр? Тарихы не үшін алыста жатыр дегенде, біз сол ежелгі көшпенділердің ұрпағымыз. Осы көшпенділердің ежелгі төрттілік мал өсіргенде әсіресе жылқы өсіру мәдениеті біздің ата бабамызға ертеден дарыған. Соның сақтар ғондар дәуірінен келді. Орхон Енисей бойындағы сонау көктүрік заманынан қалған су жи құлыптасының бетінде түркұлымын, бойла құтлық ярғанмын. Құтлық баға Тарханның оға бұйрығымын.
Менің атағым күншығысқа, күнбатысқа таралды. Бай едім, 10 мың қара малым бар еді. Жылқы сансыз еді делінеді. Қозы көрпіш баян сұлу эпосында Қарабайдың 90 мың жылқысы бар, 83 жасқа келген сол күнінде деген жыр жолдары кездеседі. Бұл өткен дәуірдегі қазақ халқында жылқының аса мол болғандығын растайды. Біздің Жоңғының тарихнамаларында, тарихи жазбаларымыз ханнамада ежелгі үйсін елі сол тәуірдегі 36 жергілікті хандық, жергілікті патшалық елдер дейміз, қала елдері. Сол елдердің ішіндегі ең азулы мемлекет деген. Сонда үйсін елінде жылқы өте көп болған. Тәңіртау жылқыларының жүйеден қазақ жылқысының дүбірі, сонау ғасырлардың өзінде Жоңғоның байтақ жерін елеңдеткені аңыз емес, ақиқат еді. Арғы ата-бабаларымыздың бірі болған Үйсін елінің құтты қонысы, Өртекес өңіріне хан патшалығының ханшасы Шейжін ұзатылып келгенде, қалың малға 1000 жылқы айдатады. Үйсіндер негізінен мына Мұңғылкүр ауданының Нылқа ауданы, Күнес ауданы, бұлайша айтқанда Іле өзенінің солтүстігі менен Тәңіртаудың аралығындағы ұлан қайыр далаға үйсіндер жасаған. Осы кездің өзінде Қаннаманың үйсіндер деген тарауында олардың елі өте жылқылы болады, үлкен байларында 5-6 мың жылқы болады деп жазады. Үйсін жылқылары денесі анша үлкен емес, сұлу мүсінді, жүрісті, жүйрік, келбетті, осындай болады деп жазады. Енді кейінгі кездерде мына біздің Іле жылқысының жалпы тұлғасы және де осы жүрісті, сұлу, келбетті, дене бітімі онша үлкен емес, шыдамды деп тұрақтандырған. Ондай болса, осы жылқының арғы тегі және де ертедегі со үйсін жылқыларының тегінен келген. Тарихнамада патшағзам бәлгерлік кітап ашып, дүлдүл келер қиыр батыстан деп тебіренсе, Либай ақын тұлпар жырында нағыз тұлпар сай күлік, желісі желдей есілген, тауынан күнлін аттаған батыстың елі өсірген деп мақтайды. Іле жылқысының тұлпар аталуы міне осы Хануди дәуірінен басталған анық. Іле жылқысы сол ортаға үйлескен жайылымға, енді оны Ақалтеке мен Араппен салыстыруға болмайды, олар құмды жерде, енді оған қарағанда жылылау, Алтайға қарағанда суықтау жерде, сол үшін жеңіл-желпілік жылқы шығады. Ондай жылқылар негізінен жүйріктеу келеді жақын аралыққа. Бұл енді өз кезінде сол себептен о жерде Іледен көптеген тұлпарлар шыққан. Өзімде солай ойлаймын, көптеген деректерде де солай жазылып. Жазиралы даланың бойындағы қазақ жылқылары аласа болып жайылып жүргенімен, шабыш жағынан келгенде ешкімнен кем түспек емес. Қазақ жылқысы жай аяң жүріспен ақ күніне 70 шақырымды емін еркін еңсеріп отырады. Ашық аспан астында кез келген температурада көмпістік көрсетеді. Шөп талғамайды, әрі сүтті. Автоном районы бойынша өсірілетін жылқының жалпы саны қазір 850 мың бас төңірегінде деп отырмыз. Өз кезінде миллион бастан асқан. Тұқымдық ерекшелігі жағынан бізде 6 түрлі тұқым бар. Іле жылқысы, қазақ жылқысы, мынау Баркөл жылқысы, Аратөрік жылқысы, одан кейін Қарашар жылқысы дейді. Тағы бір енді жақынғы жылдардан 2008 жылдардан бері қосылды мына Қызылсу қырғыздың Қырғыз жылқысы деп бір жылқы бар. Бұның енді саны өте аз. 850 мың бас
Жылқының бас санының ішінде біздің қазақ жылқысының ұстайтын үлесі өте жоғары. 95%-дан артығын қазақ жылқысы елейді. Демек Шинжаңда өсірілетін 850 мың бас жылқының енді басым көпшілігі қазақ жылқысы деген сөз. Енді айтып отырған іле жылқымыз, одан кейін жаңа Баркөл жылқымыз, Аратөрек жылқымыз, осы жылқының барлығы біздің қазақ жылқысы негізінде барлыққа келген жаңа нәсілдер, жаңа тұқымдар деп есептелінеді. Қазақ жылқысының өзі бірнеше түрге бөлінеді. Алтай тұқымы адай жылқысы, Қостанай тұқымы Баркөл жылқысы, іле жылқысы. Алтай тұқымы аласа болғанымен таулы өлкелерде ерекше көзге түседі. Тұрқылары мығым, салмақты, ширақ болып келеді. Әзіргі өзіміздің еліміздегі мына тұқымдар тізімдігінде, жылқы тұқымдар тізімінде өзің Шинжаң Уйғыр автономия районында 4 жергілікті тұқым, 2 жетістірген тұқым бар дейміз жылқыдан. Соның ішінде 4 тұқым барлығы қазақ жылқысымен қатысты. Оны әзірге дейін енді оны бұрын сол бөлінген жерімен баққан ұлттың атауымен аталып кеткен. Оның гендік жағынан ешкім анықталмаған, қаншалық туысқандығы бар. Егер біз оны анықтайтын болсақ, мына көршілес райондағы Моңғолдың жылқысы, Моңғолиядағы жылқылар мүмкін барлығы бір тұқым болып шығуы мүмкін. Соған әзіргеше бұл жағынан, гендік жағынан әзірше осылардың арасында ешқандай бір зерттеу жүргізілген жоқ. Осы жылқыны қолдап бағып жатқан ұлтқа қарата, ол ұлттың тұрған районына қарата бұл жылқыда өзіне азғандай бір ерекшеліктер болған. Осы ерекшелікке қарап қазақ жылқысы биіктеу болады, сол қазақ жылқысы, ал моңғол жылқысы тапалдау болады, ол моңғол жылқысы деген айырмашылық болған. Қазақ жылқыны желден жаралған ер қанаты деп бағалайды. Жылқы жұпар иісті деп тамсанады. Тақымынан ат, жайлауынан жылқы кетпеген, жылқы мінезді сыр мінез қазақ. Жылқы ақылды жануар деп оған сенім артады. Жылқыдай жершіл жануар жоқ. Мына атты өзінің мына түйсігінен, есте сақтау қабілетінен айыру үшін қазақтар айнаға қаратып қояды екен де кірпігін жылады екен. 60-шы жылдары Моңғол елі мына Вьетнамға жылқы өткізіп тұрады екен. Сонда арбай хер деген, енді оларда кер дегенді хер дейді моңғол тілінде. Сол бір енді жүздеген бе талай жылқы өткізген ғой. Соның ішінде сол арбай хер деген жылқы Вьетнамнан қашып кетті. Сонда жылқы келіп, 2 күн тұрып, көзінен жас парлап тұрып, жаңағы сол қайтыс бопты ғой. Жаңағы Арбай деген қалада, соған жаңағы ескерткіш қойылған. Жылқы өзінен тараған қанды біледі. Өз тұқымының үн дыбысын, мінез құлқын жазбай таниды. Әрі өз үйіріне шаппайды. Жылқы өзінің иесінен тани қояды екен, ұстата қояды, ешқайда қашпайды. Ал айсыз қараңғыда, болмаса қарлы боранда мініп келе жатқан атының басын қоя берді, өзі үйіне алып барады. Ешқандай адастырмайды. Өйткені ана екеуі бір-біріне сондай сенімді, бір-бірін соншалықты түсінген, мінездері сондай қабысқан. Бұл айданып келгендегі психологиялық бір жарасымдылық. Сыншы психолог та, бапкер жаттықтырушы. Сонда чууда байлағанда мына оңтүстіктен солтүстікке қарай керіп байлаймыз. Соның кейін құлындарды байлағаннан кейінде ол байлауына қарай оны және сынаймыз. Ат болатын құлын деген өзі құлыннан ақ белгілі болады. Оның мәселен мейлана жалы, құйрығы, мына 2 құлағы, жағы, 4 аяғы, ана сауыры сол барлығы ол енді көп жылқыға бітпейді. Құлынды байлаған күннен ақ
Біздің сол ата бабамыз оның жақсы ат болатынын, басқалай жүйрік болатынын барлығын сол құлыннан ақ таллаған. Таңдаған. Құлыннан таңдаған оны. Енді таңдағанда сонда мына құлағында, ойын етінде, ана сауыр төңкерген қазандай, осындай жерлеріне қарап, сол құлын мүшесінде сонда сол бал. Сол құлын мүшесі, ол үлкен ат болғанда да өзгермейді. Жүйрік болатын құлын, ол желіде бірнеше күн, 2-3 күнге дейін пақат ол жатпайды. Ол алысып тұрады. Оның тұрған жерін қысқасы қазады да. Оның кейін оны сынағанда, ана сүйегінде сол күні сынайды құлынның. Сонда ат болатын құлын өзі сол күні ақ белгілі болады. Оның енді мына желіден босағаннан кейін қандай әрекет? Желден босатып сен сауып кешке жақын ағытқан уағыңда ол басқа құлын ұқсап барып емесе алмайды ол. Тағы сол ойнақтап, кәдімгідей бір талай алысып барып, сенің кейін ол енесін еміп, мұнан жайылады. Мына ортадағы құлын болып тұрған құлын екен міне. Бұл енді бұда қандай белгі бар? Ал енді көзін көрмейсің, мына екі құлағын көр, ана қой мойынды қоян жақ бөкен қабақ деген осы мына қабағы да болып тұр, ана жалы да болып тұр екен. Мынаның оның кейін енді сол кішкене болғанмен мына төс ет, той аттаған бір күттей салық төсті деген сөздің өзі осыдан келген. Сонда мұның сауыр аналардың сауырына және оқшамайды ғой. Қазақ баласы жаңа туған сәби ұлы бала болса ат ұстар, қыз бала болса ат байлар деп атаған. Құлыным құлыншағым деп еркелетіп, томпан қағып жүгірген жүгірісін құлындай құлдыраңдады дейді. Баласы есейіп бер жетсе ат жалын тартып мінді, ағайын жұратын өзі іздейтін болды деп қуанған. Арыздасқан ағайынды ат құйрығын кесті десе, татуласқан екі жанды ат тізесін қосты деп атаған. Ал қазақ баласы құлын болып кісінеп, тайғынан болып тулап, асау болып алысып, ат болып жарысып жүріп ерлетеді. Қазақтың әйел толғатқанда толғағы жеңіл болсын деп, үйдің іргесінен үйірлі жылқы айдап өтетіні тегін емес. Баланың азамат қатарына қосылуын, ат жалын тартып мінді деп бейнелейді қазақ халқы. Сүндет тойды жасаудың алдында кәриларды жиып, ауылдың белді ақсақалдары біреусі ертеп, біреусі қоржынын салып, біреусі ана баланы жерден көтеріп атқа мінгізіп, біреусі белдігін буып, белбеуін буып, байлап, міне осыдан бастап сен азамат болдың, ат жалынында, аттың құлағында ойнайтын, еліңді, жеріңді қорғайтын батыр азамат бол деп, осындай тілекпен той жасайды. Сүндет атын мінгеннен кейін сол аты жараса, кейін оны жанын өлшеп мінеді. Жанын өлшеп мініп, бұрынғы жаугершілік замандарда жорыққа аттанады. Егер аяқ астынан сол азамат сол жорықта қайтыс болатын болса, жаңағы атын құйрық жалын күзеп, оның астына қоя береді. Тұлдайды. Тұлдап астына қоя беріп, сол азаматтың астына сойып береді. Сыйлы қонаққа ат мінгізу, күйеу жігіттің қалыңдық алуына алғаш барғанда ат байлауы. Ұрыс кезінде жау қоршауында қалған қолбасшыға ат сүйек беріп құтқару қатарлы дәстүрлер. Атқа мінер, ат қосшы, ат шабар сияқты лауазымдар жылқының, қазақ халқының шаруашылығында ғана емес, әлеуметтік өмірінде де үлкен мәнге ие болғандығын айғақтайды. Қазақ баласының ойындарының дені ағашты атқып мінуден басталған. Талшыбықты атқып, жарысып жүріп, ат жалын тартып мінген түлегі, бәсіресіне ашамайын салып, тек пішегін тебініп, жылқы жалындағы өмірін бастаған. Бір ғұмыры, бір қанаты болған ат жалында өтетін қазақ баласы, пәнидегі сапарын аяқтатып, бақиға аттанғанда да, туған елі ағаш атпен ұзатып, аттандырып салған. Ал бұл ағаш ат кейбір өңірлерде ағаш табыт деп те аталып жүр.
Дәстүрлі қазақ қоғамында сайгүліктер тек қана иесінің емес, бүкіл әулетінің, ұруының, елінің мәртебесін асқақтататын түлік көресі. Қазақ халқының тарлан тарихының тереңіне үздігі үңілгенде де тәнті болатынымыз, бабаларымыздың елін жерін қорғап, ата жаумен алысқандағы қанды көйлек жолдасы, арқа жарқа болып, алқа қотан көшіп, ақ түйенің қарны жарылып, саят салтанат құрғандағы қызығы, сәннің көркі, күмбірлеген күліктер болған. Жүйрік ат, асыл найза, сұлу әйел, жігіттің үш қазынасы деп қарайды. Әсіресе қазақтың батырлық, ғашықтық жырларында, эпостарында батырлардың аты менен мінген атының аты тең қатар аталады. Күлтегіннің бозаты, қара қыпшақ қобыланды батырдың тай буырылы, Алпамыстың бай шұбары, Қамбар батырдың қарақасқасы, ер тарғынның тарланы, Тілеулі батырдың кезқұлақ аты, Қабан байдың қу бас аты, Ер Жәнібектің көк бестісі, Бармақ батырдың сандал көгі, Ақан серінің құла кері, Марғабылдың қарақасқаты, Досбайдың бейжіңгері. Мынау тұрған кешегі ғасырда іле жылқысының жүйеден қазақ жылқысының даңқын аспандатқан әйгілі жүйрік бейжіңгердің мүсіні. Қазақ халқының жылқы түлігіне деген ерен құрметінің бір белгісі оны мәңгіліктеу, мүсін ескерткіштерін орнату, жылқыны білу, жылқыға үйір болу, аз болса да жылқыны біліп өсу, сана сезімімізді сергітер, жасыған жанымызды серпілтер, тектілігімізбен табыстырар, тағылым танымдықтың ең қуатты құралының бірі болса керек. Мал шаруашылығымен шұғылданған мал өсіруші Досбай баласы Әбдібек Досбайұлының аты еді. 61 жылы мемлекет бойынша ат бәйгесі оздырылатын болып, осыған Шинжаң ұйғыр автоном район мына Моңғол күрі де Шинжаң бойынша ат талдайтын болып, сонда мемлекеттік ішкі Моңғолға Қоқот қаласына баруға бірінші ат боп талданған екен Керат. Соныменен Кератты алып барған адам Әбеу деген Әбдібектің ағасы, мінген бала Слампол деген жігіт екеуі әзір қайтыс болып кетті. Сол кезде 1 километрден енді айту 20 километрге шейін 4 түрлі 1 километр, 5 километр, 10 километр, 20 километр. Осы 4 топқа да қосылатын болып, Кератты қосқан екен. Соныменен мемлекеттік атбайға аяқтасты, жариялады. 4 алтын медалді беріпті. Соныменен бұл Бейжіңгер атану себебі атты көреміз деп, о кезде Сайпыдында бірге барған екен. Орталық Бейжіңге пойызбенен алып барып, жүнлай, зұңлай көріп, мынау мемлекетіміздегі бірінші реткі атбайғады озған Бейжіңгер ат. Дегенді жүнлай, зұңлай, со кезде 4 алтын медалді көріп отып. Бейжіңгер ат атанған себебі сол екен, сонан кейін келгенден кейін жер көрсең, наратты көр. Ер көрсең, манапты көр. At көрсең, Кератты көр деген 3 ауыз сөз содан бастап қалып, бұл Кератты осы бойынша атанып кетті. Жұқа тұяқ, қаз табан, шамалы шоқтықсыздау, дене бітімі жұқалтаң, күйгелектеу,
мінезі жеңілтек келетін тұқымының түрлері қазақ жылқысының ішінде некен саяқ кездеседі. Енді бұл іле жылқысы біздің мемлекет ішінде жылқы шаруашылығында оның орны бөлек. Мемлекет деңгейінде іле жылқысының әсіресе мына бәйге саласындағы оның нәтижесі көрнекті деп айтуға болады. Демек, көп жылдардан бері өткізілген әр түрлі бәйгелерде біздің іле жылқысы өзінің жақсы шабысымен, жақсы ерекшеліктеріменен алдыға түсіп көзге көрініп келе жатыр. Халқымыз дене бітіміне қарап, жылқы малын қазанат және қара етті деп екіге бөлген. Енді бұл жылқының үлкен ерекшелігінің бірі бұның жылдамдығы. Енді мына 80-ші жылдардағы неменеге айтылуға қарағанда қарқыны, мәселен, мініс қарқыны 1000 метр аралыққа 1 минут 15 секунд, 15-16 секунд маңа екен. Чапқанда ғой? Чапқанда. Сондай жылдамдығы сондай тез екен ғой. Енді 50 километрдің өзін 1 сағат 42 минутта басқан дейді. 80-ші жылдардағы сол кездегі бұның неменесі ғой енді. Жылдамдығы. Қазанат майды сыртына жинайды. Ал қара еттісі керісінше майды ішіне жинайды. Қазанат жүріске шыдамды, еті дәмді, қазысы қалың, іші майлы келеді. Сондықтан да қазақ халқы қазанаттың тұқымын малдануға күш салған. Үйірді қазанаттың тұқымынан жинаған. Мамандарымыз ең бірінші тұлпар, дүлдүл, ақалтеке деп шығады дейді. Ал осы аттар кімдің аты? Тұлпар деген парсының жүйрік атқа қойған аты. Ал дүлдүл сөз араптардың сөзі. Араптың жылқысының тегі дүлдүл деп атайды, телеп жүйрік жылқыны дүлдүл дейді. Енді біздікі сайгүлік. Жетіп жатыр. Жаңағы тұлпардан да асып тұр. Күлік деген сөзге сай деген сөз қосылған. Күлік дегеніміз бүгін өлім шығып, өлтіріп, меңді етіп, зорық тұрып алып бесең, тәңертең мінілмеген ат құсап, жайнап тұратығын жылқыға қойылатығын атты біз күлік дейміз. Күнде күлік дейді. Күнде мінсең, күнде зорық тұрсаң, күнде шаршамаған жылқы құсап тұратын жылқы деген сөз. Ал сай күлік дегеніміз не? Жүріс те бар, жортақы да бар, жорға да бар, чабыс та бар, әрі жуас, әрі көнімді, әрі не берсең соны жейтін мес, әрі шыдамды, біткен адам қажет ететін қасиет өне бойынан табылатығын 4 түрлі сай жылқыны біз сай деп айтамыз да, оның жаңағы шыдамды қасиетін күлікке жалғап сай күлік дейміз. Көшпенділер мен жылқы баласының бірге өсіп біте қайнасқаны соншалық. Олардың тұрмыс салтына, мәдениеті мен өнеріне өзара қатысты айтылатын атаулар өте көп. Жылқы ең алдымен ән мен күйге арқау болды. Қанатым ат қазақпын, қанатым ән деп өлеңдетуі тегін емес еді қазақтың. Жақсы атты жанына қанатына балады. Сосында тек жылқы, жақсы ат қақында 100-ден астам әні әуелеп, 200-ге жуық күйі күмбірлеп, тарихтан бүгінге жетті. Құрығыңды майырып, түнде жылқы қайырып, жаудан жылқы айырып, жігіт болар мекенсің деп, бесік жырынан бастап, баласынан күткен үмітін жылқымен армандастырған қазақтың ұл қызы жылқы мінезді болмай қайсын ау. Жылқының шабысы, күй, даусы ән, жүрісі би қазақ үшін. Қазақ жылқымен біте қайнасып кеткендіктен бұл туралы көптеген күйлер шығарған. Мысалы енді әлгі майда жал дейміз, онан кейін енді мынау әндер шығарған, ақбақай дейміз, қос жирен дейміз. Осы сияқты көптеген әндер, көптеген күйлер бар, мына жылқы туралы. Енді жылқыны жанына балаған. Сол үшін де енді қазақ осы жылқы туралы көптеген әндер, күйлер шығарған. Сонымен бірге қисса дастандардың ішінде де жылқы туралы мәліметтер көп.
Мысалы Қабанбайдың Қубасаты туралы мәліметтер бар, бұл туралы дастандар бар. Оның кейін мынау құлагер дастаны, Ақан серінің құлагері де бұл енді қазақтың арасында кең таралған қиссалардың біреусі. Енді осыдағы мына құлагердің қасиетін Ақан сері сондай суреттеп айтқан. Мұны кейін енді құлагер дастанын қайтадан жаңғыртып жазды. Осының өзінде де енді мынау бір тұлпардың сипаты, оның жүгірісі, құс ілетін, оның ұшқырлығы, осы сияқты нәрселердің барлығы осы қиссада бейнеленіп, суреттеледі. Тұлпар мекені өр текестегі сапарымыздың сәті, жылқылы ауылдың сірге жияр сәтіне тура келіп, берекелі халқымыздың ағынан ақтарылған тілегі, әуелете салған әм мен күйінің үстінен түстік. Күздігіні бие бағытқан үйдің иесі қазанға жылы жұмсағын салып, немесе мал сойып, ауылдағы үлкендерді, көрші қолаңдарды шақырып, дәм татқызып, сабаның түбін сарқат. Бұл салтымызда сірге жияр немесе сірге мөлдіретер деп аталған. Осы күні жиналған үлкен кіші келер жылы тағы да аман есен жолға сайық деп, тілек тілеп, қалған қымызды сарқы ішіп, көңіл көтереді. Бұл халқымыздың бүтін дәмді бөліп жеп, жарты дәмді жарып жейтін, ежелден жалғасқан береке бірлігін әйгілейтін тамаша салттарының бірі. Барлығының осы тілеуін қабыл екен. Соның үшін біздің тойымыздың думанын асыру үшін әнші, күйші, домбырашылар ән күйлеріңді айтып, біздің мына тамашамызды тамашаға жалғастырсаңдар дейміз. Ал балалар. Ал онда да сірге жияр той құтты болсын. Бір-екі жұмақ өлең айтып берейін. Ай ежелгі үйсін елінде, тұлпарлардың жерінде, қарағанты төрінде, ішкенде болған сусыны, ұшқанда болған қанаты, серігі қазақ ұлтының, қасиетін жылқының, бұлайда бұлай толғайын, емендей белі бүгілгін, жібектей жалы төгілгін, күн түн қатып жортқанда, жер адымын қуырған, жердің шаңын аспанға жел құйындай суырған, ең күйден салсақ төш қозған, таңертең салсақ кеш қозған, құланды қақтан айырған, ең күйден қара қайырған, еңселігі екелі, егіз қоян шекелі, қан тәңірдің етегі, тұлпарлардың мекені. Үріккен жылқыны сыбызғымен қайырып жусатып, жасымда өтіп кеткен 25-ті артынан қосат алып қусам бекен деп, оралмас өткен өмірді жылқымен қайырғысы келген қазақ. Сағыныш пен арман мұңын, зарын, көл көсір махаббатын, екау жирен жалын түйген, жалғанда ғашығымсың, жаным сүйген деп келетін әсем әммен баян етті. Düz
Маң-маңгер ақбақай салторы, екі жирен деп әндетіп, домбыра шанағынан тел қоңыр қос күрең, көгдөнен сияқты жүздеген күйлер төгуі, қара жорға, тепен көк бар сынды билер шығаруы, қазақтың жылқыға деген құрметі мен ұлы махаббатының символы. Жылқының бұрынғы тұрмыстағы қазақ сақара мәдениетті атқарған ролы күшті. Ал бүгін келе заман дамуына байланысты жылқы мәдениетіміз бұрынғыға қарағанда біршама солғындады. Десе де жақын жылдардан бері жылқы мәдениетіміз қайталай оянып, халықаралық бәсекелерде жылқы ойындары түрлері көбейді, жылқы жарыс түрлері көбейді, жылқыға қатысты мәдениет саяхат істері дами бастады енді. Арыға бармай-ақ. Маң-маңгер кекілін келте жалыңмайда, байлаған сені сылап қалқатайда. Жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда деп әндеткен ақан серіден бері. Жылқы біздің өнерден қағыс қалып көрген емес. Жылқымен бірге ұйықтап бірге тұрады. Жылқымен бірге семіріп бірге ариды. О да бір ашық жарқын, ол бір ғана бәйгесі жорғасы болса болды, басқа дүниені кейде ұмытып та кетеді. Ол тек қана сол аттың иесі емес, сол бір семья. Ол өзінің тұрмыс дәрежесінің қандай екенін ол ұмытып, сол bütün олардың ақыл парасаты, bütün еңбегі, назары сол бір жылқының үстінде. Дарабоз ақын Ілияс Жансүгіровтың жанна еліміздің жылқы жаққан, жылқыға жетпеген көз жаутан қаққан. Мінсең ат, ішсең қымыз, жесең қазы, қашаннан қазақ халқы жылқы баққан. Жылқы желден ат үсті әулие деп, атты артық көрген еліміз мінген тақтан. Жасымнан жылқы десе менің жаным, атырдым жылқы ішінде өмір таңын. Жапанда жел жылқының үстінде өскен, мекен қып өміріме аттың жаны. Мал сырлас аттың сыры маған мәлім, жырым жылқы жүйрік ат салған әнім. Аспан асты жер жүзі кең сақара, күн көріп атам қазақ келген мәлім деп көсіле жырлауы, жылқының қазақ рухының бір зау биігі екенін толықтыра түседі. Іле жылқысы, мына біздің қазақ жылқысының мынау шарт жағдайға төзімді, шыдамдылығы дейтін бұл тамаша қасиетін өзінің бойына сіңдірген. Мынау қазақ жылқысынан алған оның тамаша төзімділігі, оның шыдамдылығы, ауруға қарсылық қуатының күштілігі, мынау жыл бойы жайылымда бағылып, ешқандай үстеме азық, жем-шөп тілемей өзі табиғаттың дала жайылымында күн көріп кете беретіндігі бұл көп жылқыларда көріле бермейді. Сырттан кіргізілген арнаулы жылқы тұқымдарының басты ерекшелігін өзіне қабылдаған. Қыркүйектің ортасында алғашқы қар түсіп, басына ақ сәлдесін орап үлгірген қан тәңір шыңдары әппақ көңілдей елжіреп тұрды. Зілмауыр бұлттар кеудесін көтер алмай жер бауырлап, тырналар тұраулар, қарқыра бастап, құстар да қайта бастады. Осынау көрініс, сұры бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тоңғаныма, тойғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, пай жарысқан деген Абай өлеңін еске салады. Қазақ тарихындағы 300-ге сауын айтатын ас пен тойлардың, ондағы ат үсті ойындарының күні өткенімен, заман дәуірге сай жылқы, ақындар айтысы, мәдениет мерекесі қатарлы ұлыды бір тойларға әлі де сән беріп келеді. Кешегі сақарамызды дүбірлеткен ат үсті спорт ойындары бүгін сақанамыздың мерейін асырып мейманасын тасытуда. Бұл жағында Іле Қазақ автономиялы облысы жуық жылдардан бері ақындар айтысының ашылу салтында
жылқы мәдениетін ат үсті спорт ойындарын ерекше дәріптеп көрсетіп келеді. Кешегі үйсіндер от жаққан, арғымағын ойнатқан жасыл барқыт даладан үйір-үйір жылқыны көріп қуанасың. Шіркін, жылқы дала көрік екен ғой деп, осынау атлас аспан ақша бұлттар астында алалы жылқы жердің жасыл туымен жарасып дүркіреп жайды. Бұл күнде Моңғол күредегі жылқы саны 100 мыңға жуық. Бұл Шинжаңдағы іле жылқысының 60%-ны елейді. Демек, Моңғол күре ауданы еліміз бойынша жылқы саны ең көп, жылқы сапасы ең жақсы аудан. Ауыл шаруашылық министрлігі 2003 жылы Моңғол күре ауданына Жұңго тұлпар мекені деген даңқты ат берді. Іле тұлпары өз кезінде Марокконың патшасы Хасан II мен Қазақстанның зұңтығы Нұрсұлтан Назарбаев сияқты әлемдік ірі саяси тұлғаларға мемлекеттік сый ретінде тарту етілген. Моңғол күре ауданы 2009 жылдан бастап Шинжаң іле тұлпары халықаралық саяхат мерекесін ұйымдастырды. Іле тұлпарын төңіректің 4 бұрышына таныстырып, саяхат шаруашылығының алтын арқау етті. Құлыншақтардың жал құйрығын боз даланың желі желпейді. Сан салалы өзендер мен қоғалы көлдер, қос суларда жылқы үйірі сағымға шомылып, әлденеше ұлғайып, салқар-салқар көрінеді. Осынау көңіл тоғайтар көріністі қазақтың бар өңірінен көрсек деген арман кеудемізде бұлқынып, хан тәңір баурайынан алыстай берді. Сақараның егіз туған сардарындай, қазақ пен жылқы көз ұшында барған сайын биіктеп, барған сайын алыстай берді. Құлағымыздан жылқы дүбірі, кісінеген құлын даусы мәңгі